Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Алишер Зімжанов. Бізде бүгін жаңа видео и сразу сұрақ. Сенің арманың бар ма? Ішіңнен, конечно, бар. Бұл не деген сұрақтар чөзі вопросы каждый адамда болады ғой деген сұрақтар болса, онда саған екінші сұрақ. Сол арманыңа алғашқы қадамды жасадың ба, алғашқы қадамды бастадың ба? Сол арманыңа қаншалықты жақынсың? Ал уже бұл сұрақтар уже сені ойландыратын болса, бұл уже сенің арманыңа жеткілікті әрекеттердің жасалмағандығын көрсетеді. Бұл нәрсе уже соның белгісі. Кейде мен де осы сұрақтарға ойланам. Мысалы, өзіңнің арманыңды тапсаң, арманың болса, өмірлік жолыңды тапсаң, соң өмірлік стиліңді, өзіңнің өмір сүру стилін тапсаң, бұл өте керемет жаңалық негізі. Ал сол арманыңа деген қадаммен жүріп, сол процесте болсаң, сол процесте өмір сүріп жатсаң, бұл уже өте үлкен нәрсе. Сен дұрыс жолда болған боласың. Арманға бірінші әрекет, алғашқы қадам, первый шаг жасау бұл өте қиын негізі. Бір нәрсені бастау қиын. Бірақ все равно біз барынша күмәнмен, қорқынышпен жүре бермей, барынша ерте бастау керекпіз. Сенің армандарың өте бір сенгісіз, қиын, өте үлкен армандарың бар. Мүмкін еместей көрінетін армандарың бар. Бірақ сонда да барынша ерте бұл нәрсеге әрекет жасау керек. Сен сол армандарыңа барынша тезірек жеткің келеді, сразу жеткің келеді. Ол қалай деп ойлайсың, кейде тіпті басында қатырасың осы нәрсеге. Бірақ біріншіден бұл никогда тез бола қоятын нәрсе емес. Ол әрқашан тегін әрі еңбекпен қайталана беретін әрекеттермен тоқтамастан жасалған әрекеттер арқылы, еңбек арқылы жетуге болатынын түсіну керексің. Одан басқа жолда уже тіпті ойламада іздемеде де қой. Өткен бұл тек қана сенің жолың, папаңның емес, мамаңның емес, досыңның, родной, олардың емес, тек қызыңның емес, тек қана сенің жолың. Бұл тек қана сен ғана шайқасың, сен ғана бұл жол өтетін жолың. Сол арманыңа деген оның басында әрдайым сақта. Ешкімнен көмек күтпей пахат ете беру керексің. Әр апта, күн, сағат, минут, секундтар сайын сен мықты бола түсу керексің. Физически, ментально, рухани, ол не важно. Ал енді осы арманға деген алғашқы қадамды жасау, оны қалай жасауға болады, сол туралы айтып кетейін. Мен тек қана өзімнің неден өттім, не нәрсені түсіндім осы жолда. Тек сол нәрсені ғана айта аламын. Мен бұл жолдан түсінген ең үлкен, ең маңызды нәрсе бұл кішкентай нәрседен бастау, кішкентай әрекеттер. Сен бір арманың бар, сен кішкентай әрекет жасап бастайсың. Осы мына жасаған кішкентай әрекеттерің сені кейін үлкен әрекеттерге жетелейді. Бұл үлкен әрекеттер уже сені арманыңа апарады. Просто схема, просто кішкентай әрекеттер, үлкен әрекеттер и арман. Ал енді құр теория емес, енді кішкене практика жағынан қарайық. Великий, успешный адамдар қалай өз жолын бастады, сол туралы айтып кетейін. Бірінші, Генри Форд. Фермерлердің отбасында дүниеге келген. Ол наследие қуып, әкесі немесе атасы сияқты фермер болғысы келген жоқ. Ол өзінің потенциалы көп, өте больше екен, өте үлкен нәрселерге арналғандығын түсінді. Оның сферасы бұл автомобиль, яғни машина құрастыру болатын. Ол өзі автомобильный компания ашқысы келді. Ол қалай бастады бұның барлығын? Бірінші автомобильдің эскиздерін сыза бастады, инвестор іздеді мына жақтан, солай ары қарай әрекетін жасады. Бірақ ол өте көптеген сәтсіздіктерге ұшыраған. Ол бірінші компания ашады, автомобильный банкрот. Қиын нәрсе да, когда неудача, провал өте қиын нәрсе негізі. Екінші рет ашады,
то же самое, үшінші рет то же самое. Оның 3 компаниясы банкрот болды. Бірақ оған берілмеді. Ал енді біз ол сол кезде берілгенде біз қазір Генри Фордтың кім екенін білмейтін едік. Номер 2, екінші, Майк Тайсон. Әлемге әйгілі тарихта қалған боксер, боксшы. Ол 13 жасынан бастап өзінің кім болғысы келетінін білді. Ол боксер, ол чемпион болғысы келді. 13 жасынан бастап қиын тренировкалар жасады. И жылдар бойы қиын тренировкалар, режим. Всегда пойдем в 5 утра, таңғы 5-те тұру. Бұның барлығы режим болды да. И одан бос уақытында ол просто так жүрген жоқ, ол бокс қарады. Боксерларды зерттеді, олардың әдіс тәсілдерін, техникаларын қарады. И солай ол өзіне информация керекті нәрсе жинады. И өзінің арманына деген әрекеттер жасады. Кішкентай болсын, үлкен болсын ол жасады. И нәтижесі ол 20 жасында әлем чемпионы болды. Келесі номер 3, үшінші, бұл Криштиану Роналду. Бұл әлемге әйгілі, прям известный футболист. Оны барлығы біледі. Ол бірақ кедей отбасында өмір сүрді. Оның әкесі қатты ішетін адам болған еді. Ал анасы күннің өте көп бөлігінде ол жұмыста болатын. Әрине, яғни отбасын асырау мақсатында. Ол да арман болды. Ол әлемдегі ең мықты, ең үздік футболшы болғысы келді. И ол футбол секциясына жазылды. Бірақ сонан өзінің әрекеттерімен результаттар, нәтиже көрсетіп, ол спортинг клубы оны өзіне алады. Кейін ол өзінің футболдағы тренировкасынан бөлек, өзі тренировкамен, өзінің питание, сон, тренировка барлығына мән бере бастады. Өйткені оның дұрыс ұйықтауы, дұрыс тамақтануы, дұрыс жаттығулар жасауы, бұның барлығы оны күннен күнге дейін мықты ете берді барлығын қалған футболистерге қарағанда. Ол қазір ең әйгілі, ең мықты футболист деп. Ал енді соңғы өзінің премьерім туралы айтқым келеді. Мен бұл нәрсеге алғашқы қадамда қалай бастадым. Ең алдымен мен өзімнің примерно 7-8 классқа, 7-8 сыныпта кездерім туралы айтам. Өйткені сол кезде мен және бір досым болатын, біз екеуміз футболға қатты қызыққан болатынбыз. Футбол қараймыз, футбол ойнаймыз, PlayStation'нан одан да ойнайтын болатынбыз. Қатты қарадық. YouTube'дан әртүрлі видеолар бізге өте қызық болатын. И кейін бізде екеумізде идея болатын. Екеуміз YouTube канал ашып, YouTube'ға видеолар саламыз деген сияқты. И ол айтатын, мен футбол түсіремін, футбол туралы, футболный челлендждар әртүрлі. Ал мен айтатын, менде де сондай челлендждар болады әртүрлі, бірақ мен параллельно ислам, немесе білім, тағы басқа тақырыптарда түсіремін деген сияқты. Но менде кішкене направление басқалай болды. И бірақ біз түсірдік видеоларды, бірақ мен есімде жоқ, шынымды айтсам, неге мен оны салмадым, и мен YouTube каналды ашпадым. И уақыт өте келе ол нәрсе қалып қояды, и мен 17-18 жасында уже өзімді іздей бастаймын бұл өмірден. И уақыт келген кезде мен түсінем, мен бүткіл жағынан мықты адам болғым келеді. Физически, ментально, рухани жағынан барлығына өзімді мықты еткім келеді, и адамдарды сол нәрсеге шақырғым келеді. Бұл менің целім негізі, өмірдегі мақсатым. И оны қалай, просто кім сені тыңдайды? И мен поэтому сол үшін мен осы YouTube'ты бастадым. И қалай бастадым? Мен бұл сразу болған жоқ. Мен ең алдымен мен түсіру еш нәрсе білген жоқпын, мен монтаж жасауды ешқандай білген жоқпын. Ешкім мені ондай үйретпеді. И ең бірінші мен просто камераны алдым, ана телефон, мен қазір түсіріп жатқан камераны алып, өзімді көшеде просто түсіре бастадым. Ол кезде мен ауылда мектепте жұмыс істедім, и ауылда просто видео түсіріп жүрдім. Камераға қараймын, бір нәрсе айтамын, и так далее. И қалада болғандары видео түсіретінмін, адамдар өтіп баратады, и сол кезде мен түсіретінмін. Конечно, ол бірінші шагтарды мен жасадым, бірақ ол қиын болатын. Маған мынандай публиканың алдында жүру, мынандай бір нәрсе айтып жүру деген сияқты нәрселерден өту керек болды.
Конечно, сенде страх болады басында. Сен камерамен жүресің, бір нәрсе айтасың, и ана жақта адамдар келе бастайды, оларда негатив, хейт деген ойлар сенде миыңа түсе бастайды. Ой, мынау кім мынау түсіріп жатыр, какой-то блогер, какой-то тиктокер, клоун деген сияқты неше түрлі ойлар келеді, бірақ бұның барлығына жоқ деп мән бермей қарау керек максимально. Иә, басында бұл қиын, бірақ сен өзіңді сол нәрсеге заставить ету керексің. Өйткені конечный, иә, бұл нәрсе қиын, адамдар қарайды, бұл нәрсе қиын, бұл нәрсені түсіру қиын, бірақ конечный итоговый результат бұның видео, түсіріліп тұрған видео болу керек. Не важно сен қай жердесің, не важно қасында миллион адам жүр. Иә, менің басымда осындай ойлар болатын, и мен осылай кішкене әрекеттер арқылы мен өзімді дамытып, страхымды жеңіп, и осылай кішкене осы өзімнің деңгейімді көтердім деп прям айта аламын. Мен бірінші видеом мен салдым, ол, конечно, худший видеолардың бірі болды, негізі качество, монтаж, сөйлеу мәнері, еще мен орысша түсірдім, менде акцент жетеді просто. Но мен ол нәрсені түсіріп прям салу керек болдым. Неге? Өйткені кішкентай әрекеттер сол арқылы бастайсың, и сен қателесесің, и сен сол қателіктер арқылы сабақ алып, и дальше әрекет жасайсың. Тем больше сен көп қателесесің, тем больше сен көп сабақ аласың. И сен көп тәжірибе жинайсың осыдан. Иә, достар, мен осы нәрсені айтқым келді. Иә, кішкене ностальгия бұрынғы кездер есіме түсіп жатыр. Ну, не то, что бұрынға, бір жыл бұрын примерно, иә. Мен сол кезде бастаған болатын. Иә, досым, сенде де арманың бар. Мен қазір мұнда қарап отырмын, прям арманың бар, мен білем. Сен миыңда әртүрлі нәрселер бар, сенің арманың биік, мен бұны уже сезіп тұрмын через камерадан. Мен де қазір, дәл қазір мына видеоны түсіріп жатқаным секілді, мен сен де өзің арманыңа деген бір әрекет жасағанды қалаймын. Бұл видеоны сол үшін түсіріп жатырмын. Мен максимально көмектескім келеді, максимально полезный болғым келеді. Сондықтан досым, просто так уақытыңды өткізіп алма. И так қысқа ғана ғұмыр, максимально өмірде өзінің орнында қалдырып кетуге тырыс. Арманың бар ма, сол нәрсеге жетуге тырыс. И сен жету керексің. Өйткені біз бұл өмірге просто так келген жоқпыз. Иә, достар, осымен видеомды аяқтаймын. Видеом ұнаса, обязательно лайк, комментарий жазып кетіңдер. И подписка жасасаңдар мен қатты қуанышты боламын. Видеом пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше.